Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеуіш техниканың даму тарихы. Сабақтың оқу мақсаты есептеу техникасының дамуының тарихы мен перспективасы жөнінде әңгімелеу. Өткен сабақта қарапайым есептеу құрылғылары мен есептеу техникасының даму кезеңдерімен таныстыңдар. Есімізге тағы бір түсіріп жіберейік. Есепшоттың түрлері: абак, суанпан, серабян және есепшот. Абак 5-6 ғасырда батыс Европада пайда болған. Суанпан 6 ғасыр Қытай елінде. Серабян 15-16 ғасырларда Жапонияда. Және есепшот 17 ғасырда Ресейде пайда болған. Электрондық есептеуіш машиналардың буындары 4 буыннан тұрады. Бірінші буын 1940-55 жылдары электрондық шамдар арқылы жұмыс істеген. Екінші буын жартылай өткізгіштер транзисторлар арқылы 1955 жылы 65 жылдары қолданылған. Үшінші буыны 1965-1980 жылдары интегралдық схема арқылы және төртінші буын үлкен интегралды схемалар 1980 жылдан бастап. Жарайсыңдар балалар, енді жаңа ақпаратпен танысайық. 16-17 ғасырларда дәл есептеу және белгілі бір есептерді автоматтандыру құрылғылары ойлап табыла бастады. 1623 жылы Вильгельм Шикард санағыш сағат құрастырды. Бұл құралды қарапайым калькулятор деуге де болады. Ол арифметикалық негізгі 4 амалды жүзеге асыра алды. Есептеу үрдістерін автоматтандыру тарихындағы келесі маңызды қадам деп француз Блез Паскальдың Паскалин атты құралын айтуға болады. Паскальдың құралы Шикардтың санағыш сағатынан кейін шын мәнінде есептеу қабілеті бар есеп құралы болатын. Бұл тұрғыда Паскальдың замандасы неміс математигі Готфрид Лейбництің жолы болды. Лейбниц ұсынған екілік коды бүгінгі күні де өзекті қалпын сақтап отыр. Бүгінгі күні де сандық әлеміміз түгелдей нөлдер мен бірліктердің тіркесіне негізделген. Бүгін өзіміз қолданып жүрген компьютерлердің арғы тегі шағын бір бөлмемен бірдей болған. Ал бүгінгі заманауи компьютерлердің түп тұлғасын жасап, қолданысқа енгізуде ағылшын математигі Чарльз Бэббидж елеулі үлес қосқан. Бэббидж бүкіл ғұмырын күрделі механизм ойлап табуға арнаған. Оның құрылғысы түрлі қосқыштар мен басқыштардан тұратын ағаш жәшік болатын. Осындай құрылғыны жасау үшін Бэббидж бүкіл мүлік дәулетінен айырылып кедейшілікте дүниеден озады. Оның жасаған құрылғысы Европаның бір қаласында шаң-тозаң жинап, біраз уақыт керексіз жатады. Лорд Байронның қызы Ада Лавлейс бір қатар түзетулер мен түсіндірмелердің арқасында Бэббидждің еңбегін біршама қолайлы етіп өңдей алды. Екінші дүниежүзілік соғыс алдында механикалық және электромеханикалық аналогтық компьютерлер кең тарала бастады. Электромеханикалық компьютерлерде алғаш рет магнитті жетектер мен вакуумды түтіктер пайдаланылды. 1936 жылы Алан Тьюринг абстрактілі машинасын ұсынды. 1941 жылы Конрад Цузе программамен басқарылатын компьютер ойлап тапты. 1944 жылы Марк I атты гарвардық машина пайда болды. Құрастырушы Говард Айкен ақш-тағы алғашқы автоматты компьютерді ойлап тапты. Ұзындығы 17 метр, салмағы 5 тонна, 75 мың электрондық шам, 3000 механикалық реле, көбейту 3 секунд аралығында, бөлу 12 секунд аралығында жасайтын. Суперкомпьютерлердің ұғымы 1960 жылдары пайда болған. Ол электротехник Сеймур Крей деп аталған әлемдегі ең жылдам компьютерді құруға кірісті. Крей суперкомпьютердің әкесі деп есептеліп, жаңа компьютерлік басқарушы деректер корпорациясына кіру үшін бизнес есептегіштің Sperry Rand компаниясының өзінің лауазымын тастап кеткен. Әлемдегі ең жылдам компьютердің атауы осы уақытта IBM 7030 стрейч вакуумдық түтіктердің орнына транзисторларды қолданатын алғаш рет өткізілді. Топ 500 суперкомпьютерлік рейтингісіне сәйкес, Қытайдағы Sunway Taihu Lite қазіргі уақытта әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер. Ол 41 мың фишкалардан тұрады. Құны шамамен $270 миллион және қуаты 15771 килобайт құрайды.
Басқа суперкомпьютерлер секілді ол ғылым салаларында ең күрделі тапсырмаларды шешу үшін қолданылады. Мысалы, ауа райы болжамы мен дәрі-дәрмектерді зерттеуде қолданылады. Қорыта келсек, есептеу техникасының дамуында маңызды рөл атқарған тұлғалармен таныстық. 1761 жылы Робертсон навигациялық есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын ойлап тапты. 1642 жылы Блез Паскаль көп мәнді сандарды қосуға арналған Паскаль машинасын қолданысқа енгізген. 1694 жылы Лейбниц күрделі қосу мен алу, бөлу, көбейту, квадрат амалдарды орындауға арналған арифмометр машинасын шығарған. 1833 жылы Чарльз Бэббидж қазіргі компьютерге ұқсас болған компьютердің атасы аналитикалық машинаны қолданысқа шығарған. 19 ғасырдың соңында Герман Холлерит перфорациялау, сұрыптау, қосу, сандық кестелерді басылымға шығару Холлерит машинасын қолданысқа шығарған. 1944 жылы Говард Айкен автоматты есептеуіш машинасы Марк I атты машинаны қолданысқа енгізген. Оқушылар, енді сендер тақырыптарыңды қалай меңгергендеріңді білу үшін сөздік диктант жасайық. Көп нүктенің орнына дұрыс жауаптарын жазасыңдар. Дескриптор. Бірінші, механикалық есептеу машинасын құрастырған ғалымды білу. Екінші, Марк I машинасын құрастырған жылды білу. 3. Бэббидж машинасында алғаш бағдарлама жазылған ғалымды таба алу. Және 4. қазіргі кездегі компьютерлер 4 буынға жататынын анықтай алу. Келесі тапсырманы деректердің графикалық органайзерлер әдісі арқылы жасайық. Оқулықтан электрондық есептеуіш дамуының әрбір буыны үшін уақыт аралығы мен элементтік базасын көрсетіңдер. Дескриптор. Компьютердің кезеңдерінің уақытын табады. 2., 3. және 4. даму кезеңдерінің жылдарын табады. Кезеңдерге сәйкес элементтік базасын анықтай алады. 1., 2. және 4. даму кезеңдердің элементтік базасын табады. Рефлексия. Аяқталмаған сөйлемдер. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.